Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге қысқа арналған лечо салатын әзірлеп көрсететін боламын. Ең алдымен салатқа қажетті көкөністерді және керек заттарды дайындап аламыз. Бізге 3 кг қызанақ, 2 кг тәтті бұрыш және 1 кг сәбіз қажет. Және де 70% уксус, 4 үлкен бас жуа, 3 бас сарымсақ, 1 үлкен ас қасық шекер, қара бұрыш, 1 шай қасық және 2 ас қасық тұз және 4 ас қасық күнбағыс майы қажет. Сарымсақтарды ашылуы оңай болу үшін суға салып қоямыз. Қызанақтарымызды видеодағыдай етіп, бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен сұйық масса дайындаймыз. Біздің қызанақтар дайын. Сіздерде блендер болмаған жағдайда мясорубкіден өткізіп алсаңыздар болады. Тәтті бұрыштарымызды видеодағыдай етіп, ірі кубиктерге бөліп шығамыз. Сәбізімізді жұқа етіп турап аламыз. Сарымсақты видеодағыдай етіп, ұсақ кубиктерге тураймыз. Және де жуаларымызды ірілеп, соломкілеп турап шығамыз. Ең алдымен қызанақтарымызды отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Қайнаған соң міндетті түрде көбігін алу қажет. Салатымыз бір қайнағаннан кейін отты баяулатып, үнемі араластырып тұру қажет. Қатты қайнап жатқан қызанақтарымызға ең бірінші сәбізімізді салып, 15-20 минут қайнатамыз. Одан кейін қайнап жатқан салатымызға ірілеп туралған тәтті бұрыштарымызды салып, жарты сағат қайнатамыз. Салатты үнемі араластырып тұру қажет. Қалауларыңызға қарай ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Мен 1 бас ащы бұрыш қостым. Егер ащыны көңілдеріңіз қаламаса, қоспай қойсаңыздар болады. Келесі кезекте ірілеп туралған жуаларымызды саламыз. Сонымен қатар тұзымызды, шекерімізді және қара бұрыш пен күнбағыс майын қосып, араластырып, 10-15 минут тағы қайнатамыз. Қыздар, салатымыз дайын болуға 5 минут қалғанда сарымсақты және 1 ас қасық уксусымызды құйып 5 минут қайнатамыз. Дайын болған салатымызды таза банкімізге құйып, аузын жауып, жылы орап қоямыз. Қыздар, салат өте дәмді шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Барлығыңызға ас болсын.